Так. Тоқта. Мынау не камера? Айтпақшы, бәріне сәлем достар, қаласыңдар. Сіздермен бірге мен бүгін Жасұлан. Достар, бүгін мен деген өзімнің кланым жайлы видео шығарғалы тұрмын. Ендеше лайк басып, ана жазыла отырыңыздар. Достар, менің кланым өзіме өте жайлы орын. Мына музыка секілді. Онда біз ең алғашқысынан бастайық. Біздің кланымыз ол Қазмайын кланы. Достар, және де ал біздің кландағы әр адамның YouTube каналы бар. Олардың аккаунтын описание қалдыратын боламын. Және де кландағы жігіттердің бәрі жиналып басқа да ойындар ойнап жүрген, мысалы Minecraft, Among Us, Free Fire. Minecraft енді күнде түсіріп жүр. Және де біздің кландағы Айсұлтан деген баланың подписчигі бәрінен де көп, ал менің подписчигім 2-ші орында. Және де біздің кланның кейбір ютуберлер Қазақстанның топ кеймері, яғни ютуберлер қатарына енген. Ал егерде сіз біздің кланға қосылып жатсаңыз, мына ережелермен ғана жүресіз. Бір, админге қарсы шықпау, боқтамау керек. 2, біреуді кемсітіп балағаттамау керек. 3, 18+ және де тағы да басқа ұятсыз фотоға жібермеуіңіз керек. Егер ережеге қарсы бірдеңе жасап қойсаңыз, топтан міндетті түрде шығарыласыз және қайта кірмейсіз. Ал біз деген болса, осы айтылған заңдарға енді бағынып жүргенді айта салайын, неже болса. Әрі қарай жалғастырамыз. Біздің кландағы әр адамға жеке тоқталып өтетін боламыз, ал алдымен біздің кланның айлығының қайырмасын бір тыңдап рахаттанып алыңыз. Болашақ ютубермен, атақты боламыз біз, сондықтан тоқтамайық, Қазмайын жігіттері. Бұл Minecraft, ол мықты крафт, ойнаймыз біз. Ал енді кланымызға көшейік өзіміздің. Біздің кландағы балдар Айсұлтан, Олдас, Мержан, Жасик, Аслан, мен өзім, Айзмайын, Нончер, Нұрда, Дәулет, Нурик деген балдар бар. Бұлардың бәрі Қазмайынға жинастырып істеген. Бұл кланда ашқан Айсұлтан мен Жасик деген бала. Енді бұл Қазмайын кланының ерекшеліктері: 11 мүше бар. Бәрі дос бір-бірімен. Және де бір-біріне адал көмектесіп жүреді, пайдалы, бірге жұмыс істейміз, және қамқор көмектесеміз, және де өсекшіміз. Мынау артық енді. Біз Айсұлтанға тоқталатын болсақ, біздің кланның админі амандасып жатыр. Ол ешкімді бөліп жармайды, және де бәріне көмектеседі. Ол кланды ашпағанда біз мүлдем ешкімді сұмас едік, және де бәрінен төмен болып қалуымыз мүмкін еді. Айсұлтан тек арасында бізге прикол ұстап тұрады, біз де оған ұстаймыз, бірақ оған ешкім ренжімейді. Біздің клан информациясына тоқталдық. Кланның ашылған уақыты қаңтардың 6-сы 2015 жылы ашылған. Ал және де келесі информация, және де естуім бойынша Қазмайын деген атты кланға қоюды Жасик ұсынған. Естуім бойынша ол. Ал Қазмайын деген не мағына береді деп сұрап отқан шығарсыздар іштеріңізден. Қазмайын ол қарапайымдылықты, адалдықты және күн нұрын сипаттайтын клан, яғни бақыт бейнесінде сипатталған бейне. Қазмайын деген және де Қазақстан Майнкрафтерлері деген мағынаны да береді. Ал енді Олдасқа тоқталайық. Ол жас негізі оның скені ең бірінші басында осылай болған, және де ол осылай өзгертіп алды, және де оған осы скен ұнады деп айта аламын. Ал енді Олдас туралы мәліметтерге көшейік. Ол да Айсұлтанды сипаттаған сияқты, дәл сондай өте қарапайым, ешкімді бөліп жармайды, бәріне бірдей көмектеседі. Мысалы, біздің кланда Азмайынға қалай істеді, мысалы маған да тура солай көмектеседі деген сияқты ой. Ал ендеше біздің басқа да Майнкрафтерлерге көшейік, короче. Асланға келетін болсақ, лақап аты Асики оқылуы Асики болады енді. Ары қарай кеттік. Аслан 8-9 жасынан бастап Майнкрафт түсіреді, және ол Қазмайын ашылған кезде кланға кірді. Енді ашылып жатқан кезде кірген. Ендеше ары қарай кеттік. Негізі біздің кланда басқа да адамдар бар, бірақ олар туралы мен көп мәлімет айта алмаймын, өйткені білмеймін мен көп мәлімет болады. Ал енді енергісі Мержан тұтамыз, ол Нұрлан қалам ашқан серверінде ойнаған Қаламыстан деген ойнаған. Және Мержан нөмірі 877. Енді мен өз-өзіме тоқталатын болсам, өз-өзім туралы айтатын болсам, айтпасын. Өз-өзімді сипаттап кететін болсам, сенен сұрайын ба? Мен каналым 4-ші декабрьда ашылған, және де менің атым Жасұлан.
Ал енді достар, енді осымен видеоның соңында келіп қалған секілді. Видео кішігірім 5 минуттық 6 минуттық видео болған секілді. Ал енді мен өзім қылғам жайлы бүкіл мәліметті айттым деген ойдамын. Егер де көп мәлімет айта алмай қалса, менің достарым, көріп отырған достарым ренжімесіңдер. Мен бар білгенімді ғана айттым. Ал енді бүгінгі видеода сіздермен бірге болмаған жазылған. Бүгінгі видео ұнаған болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Ал енді сау болыңыздар достар, күндеріңіз сәтті өтсін.